Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз тіл білімінің тарихы. Ежелгі дәуір тіл білімі. Осы тақырып аясында мынадай мәселелер қарастырылады. Бірінші, ежелгі дәуір тіл білімі, ежелгі Қытай лингвистикасы. Екінші, ежелгі Үндістан лингвистикасы. Үшінші, ежелгі Греция лингвистикасы, Рим тіл білімі. Ғылым салаларының өзіне тән дүниеге келу, даму тарихы болады. Пәнді оның тарихы арқылы ғана білуге болады. Тіл білімі ғылымының да өзіндік тарихы бар. Аталған тарихты зерттеуде ғалымдар тарихи принципті басшылыққа алады. Тіл тарихы көне заманда пайда болған. Біздің жыл санауымыздан 5-6 мың жылдар бұрынғы египеттіктер, шумерлер, тағы басқа шығыс халықтары түрлі жазуларды пайдаланған деген мәлімет бар. Бірақ олардың тілге байланысты айтқан пікірлері біздің заманымызға жеткен жоқ. Тіл ғылымы тарихын зерттеушілер бірнеше кезеңге бөледі. Ежелгі заман тіл білімі, орта ғасыр тіл білімі, қайта өркендеу дәуіріндегі тіл білімі, 19 ғасыр тіл білімі, 20 ғасыр тіл білімі. Ежелгі дәуір тіл білімінің мейлінше балаңшағы. Бұл дәуірде атау, ат қою теориясы мен грамматикалық өнер мәселесіне баса көңіл бөледі. Атау, ат қою теориясында екі мәселені анықтау көзделді. Бірінші, шындық өмірді бейнелеуші есімдердің дұрыстығы, екінші, атау мен заттың, нәрсенің арасындағы қатынас. Онда зат атаулары қалай пайда болған, атаулардың өздері атау болған заттармен, құбылыстармен қандай байланысы бар дегенді сөз етушілер философтар болған. Грамматикалық өнер немесе ежелгі заман филологиясында жазба ескерткіштер тілін зерттеп, танып білу мақсат етілді. Ежелгі Қытай лингвистикасының тарихы 2000 жылдан астам уақытты қамтиды. Қытай жазба ескерткіштері біздің заманымыздан 15 ғасыр бұрын пайда болған. Олар мал сүйектеріне жазылып сақталған. Жазудың жасалуы алғашқы әдеби ескерткіштердің пайда болуына, әдебиеттің дами бастауына ықпал етті. Шицзин адамзаттың ең көне әдеби ескерткіштері болып табылады. Оған 305 поэтикалық шығарма енгізілген. Біздің дәуіріміздің бас кезінде Паньянь атты тұңғыш диалектілер сөздігі жасалды. Авторы Ян Сюну. Ал біздің дәуіріміздің 121 жылы жарық көрген Сюшеннің Шовен Цзэци сөздігінде иероглифтің мағынасы, құрылымы, этимологиясы анықталды. Ол негізгі сөз бен көмекші сөзді ажырата білді. Қытайда ат қою теориясын қалыптастырған ғалым Конфуций. Оның ойынша зат пен оның атауы арасында табиғи байланыс болады. Атау заттың табиғатына сай болу керек. Ал грамматикалық өнер қытайлықтардың көне жазуы иероглифке негізделген. Ол уставтық, жартылай уставтық және жылдам жазу деп 3 стильге бөлінген. Грамматикалық өнер ежелгі дәуірден сақталған діни жазбалар тілін зерттеу негізінде туған. Қытайда 3 филологиялық мәселеге баса көңіл бөлген. Бірінші, көне сөздердің мағыналарын айқындау. Екінші, иероглифтің құрылысы мен этимологиясын айқындау. Үшінші, фонология. Ежелгі Қытай лингвистикасының негізі тілдегі әр сөзге таңба тағайындау. Олардың мағынасы, қалай оқу, қолдану жолдарын айқындау болған. Ол үшін таңбалар сөздігі жасалған. Олардың ең беделдісі эрия сөздігі болды. Жазбаның сөздері киелі, жоғары стильді, канондық деп саналған. Сөздікте оның иероглифін талдау, жүйелеу, оларды оқудың, түсінудің ережелері берілген. Ежелгі Үндістан лингвистикасы. Үндістанда тіл білімі тәжірибешілік қажеттіліктен туған. Үнділер ерте дәуірден сақталған аңыздардан, діни жырлардан құралған веда жинағын қасиетті, киелі деп түсініп, оның тілін, сөйлеу тілі әсерінен қорғау, айтылу мәнерін, беретін түсінігін өзгеріссіз сақтау мақсатымен веданың тілін зерттеген. Зерттеу 4 түрлі бағытта жүргізілді. Бірінші, шикшада, фонетика мен орфографияны зерттеу. Екінші, чханда, жырдың құрылысы мен өлең өлшемдерін зерттеу. Үшінші, вьякаранда, грамматиканы зерттеу. Төртінші, нирукта, лексика мен этимологияны зерттеу. Ведалық әдебиет 3-ке бөлінеді. Самхита, гимндер, жалбарыну, дұға. Брахмандар, прозалық трактаттар. Онда құрбандық шалу жүйесі, рәсімдер түсіндіріледі. Упанишады, діни философиялық трактаттар. Веданың ең көне түрі Ригведа. Веда мантр, өлең тілі. Мантр 4 ведадан тұрады. Ригведа, гимндер, Атхарвавед, магиялық формулалар, Самавед, діни ән айту, Яджурвед, құрбандық формулалар мен түсіндірмелер.
ежелгі үнді лингвистикасының көрнекті өкілдері Яски мен Панини. Яски Веда тілінің 5 томдық сөздігін жасап, түсінік жасаса, Панини Аштатхян атты еңбегінде Веда тілін қалпына келтіру нәтижесінде пайда болған үнділердің санскрит деп аталатын көне әдеби тілінің және Веда жыры тілінің дыбыстық жүйесін, сөз туғызу, сөз өзгерту жолдарын зерттеген. Аталған еңбекті кейде санскрит тілінің грамматикасы деп те атайды. Ол 3996 сутрадан, ережеден тұрады. Олар алгебралық амалдар тәрізді формалды тілмен жазылды. Мұнда сөздер тапқа, түбірге, қосымшаларға бөлу, жұрнақ, жалғау, префикс мәселелері қарастырылады. Үнділер тіліндегі барлық сөздерді есім, етістік, предлог, демеулік деп 4 топқа жіктеген. Үндістанда синтаксис мәселесінен гөрі морфология мен фонетикаға баса көңіл бөлінген. Фонетикада сөйлеу органдарының қызметі, дыбыстардың физиологиялық сипаттары, дыбыстарды дауысты, дауыссыз, шұғыл, ызың болып саралануы сөз етіледі. Үнді тіл білімінің дамуына Параручи Катяна, Бхартхари, Патанджали сынды ғалымдар да өз үлестерін қосты. Бхартхари тілді философиямен байланысты алып қарады. Ол сөйлемді негізгі тілдік тұлға деп таныды. Параручи Катяна толықтырма, Патанджали ұлы түсіндірме атты еңбектерімен танымал. Ежелгі Греция лингвистикасы Гомердің Илиада мен Одиссея жыры тілін зерттеуден басталған. Бұл дастан тілінің көп жері гректердің сөйлеу тілінен алыстауы, грек ойшылдарының зерттеумен шұғылдануына алып келді. Көрнекті өкілдеріне Гесиод, Геродот, Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан, Платон, Аристотель, Фукидид тағы басқалар жатады. Греция тіл білімі екі кезеңге бөлініп қарастырылады. Филологиялық және философиялық кезеңдер. Философиялық кезең біздің дәуірімізге дейін 5-3 ғасырлар арасын қамтиды. Философтар тіл мәселелерін философияға тәуелді, оның ажырамайтын саласы деп түсініп, нақтылы тілдік фактілерге сүйенбей, абстракты болжаулар жасаумен шұғылданған. Философтардың тілге қатысты мәселелердің сөз еткендері атаудың табиғаты, зат пен оның атауы арасында қандай байланыс болатыны және тілдің грамматикасы мен логика арасындағы қарым-қатынас жайлы мәселелер. Заттың атауына қатысты мәселеде грек философтары екіге бөлінген. Гераклит бастаған топ атау заттың табиғатына сәйкес жаратылыстан берілген. Сөз табиғат туындысы десе, Демокрит бастаған топ зат пен оның атауы арасында табиғи байланыс болмайды. Екеуінің арасындағы байланыс шартты кездейсоқ деген тұжырым шығарады. Бізге бұл айтыс Платонның Кратил деп аталатын диалог арқылы жетті. Грек философтарының тілге байланысты сөз еткеннің екінші мәселесі тілдің шығуы. Олардың бір тобы тілді дыбысқа еліктеуден шыққан десе, екіншілері ертедегі адамдардың өзара келісуінен пайда болған дейді. Тіл білімінде алғашқысын дыбысқа еліктеу теориясы, екіншісін келісім теориясы деп атайды. Грек ғалымдарының көтерген келесі мәселесі грамматика. Грамматиканы логикаға тәуелді, соның бір саласы ретінде қараған. Бұл саладағы алғашқы пікір Платон мен Аристотель еңбектерінде кездеседі. Платон тілдегі сөздерді есім, етістік деп жіктесе, Аристотель оның қатарына жалғауыш дегенді қосады. Аристотельдің категориялар, байымдау туралы, аналитика, топика, поэтика, риторика атты трактаттарында тілді зерттеудің логикалық, грамматикалық принциптері көрсетіледі. Ол сөз табы деген сөйлемнің элементтері, ал сөйлем есім мен етістіктің байланысы деп түсінеді. Ғалымдар сөздерді тапқа бөлгенде оны логикалық категория ретінде қарайды. Философиялық бағыт Греция тарихында эллинизм деп аталатын дәуірге дейін сақталады. Филология дәуірінде Греция тіл білімінде Александрия мектебі қалыптасқан. Оның көрнекті өкілдері Аристарх Самофракийский, Дионисий Фракийский, Аполлоний Дискал, Зенодот, Аристофан Византийский. Аристарх тілдегі сөздерді есім, етістік, есімше, артикль, есімдік, предлог, үстеу, жалғаулық деп жіктеген. Ол тілде бір заңдылық болады деп есептеді. Дионисий сөз таптарының грамматикалық категорияларын, Аполлоний сөздердің тіркесту заңдылықтарын, олардың сөз таптарына қатысын, мағыналық жақтарын тілдік материалмен дәлелдеді. Зат пен оның атауы арасындағы тартыс бұл дәуірде тілде белгілі бір заңдылық бар ма,
әлде жоқ па деген мәселе төңірегінде болды. Осыған орай бар деушілер аналогистер, жоқ деушілер аномалистер деп аталды. Бұлардың арасындағы пікірталас Варонның латын тілі трактаты арқылы белгілі болды. Стоиктер мектебі көне грек тіл білімде ірі мектептер қатарына жатады. Оның негізін салушы Хрисип Кратес Молоский. Ізденіс бағыттары септіктерді анықтап, әрқайсына атау берді. Дыбыстарды дауысты, дауыссыз деп жіктеді. Сөйлемнің жай және құрмалас болып бөлінуін негіздеді. Зат есімді жалпы және жалпы есім деп бөлді. Тағы басқа. Рим тіл білімі. Грецияны жаулап алған римдіктер тіл білімін дамытуға айтарлықтай үлес қоса алмады. Олар Александрия грамматистерінің ілімін өз тіліне сәйкестендіріп қолданған. Көрнекті өкілдері Варон, Доната, Цицерон, Эли Стило, Полемон. Стило жай хабарлы сөйлемдер туралы деген трактат қалдырды. Варон сөз таптарын топтарға бөлді. Ол 4 сөз табын ажыратты. Есім, етістік, есімше, демеулік. Полемон одағайды жеке сөз табы ретінде қарастырды.